Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының бас прокурорына. Құрметті Берік Ноғайұлы, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан тұжырымдамасын жариялағаннан бері әділдік, әділеттілік ұғымы біздің күнделікті қолданатын сөзімізге айналды. Несін жасырайық, айтуға жеңіл бұл сөздердің артында зілдей салмақ бар. Өйткені әділеттің шуағы әлі қоғамның барлық саласына толық тарай қойған жоқ. Енді ғана сол сәуле жылымықтай кеңейіп, тарай бастағаны байқалады. Бұл сөзімізге заңсыз жолмен иемденген активтерді мемлекетке қайтару бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп жатқан дәлел болады. Осы тұрғыда Қаржы министрлігінің жанындағы активтерді қайтару комитеті олигархиялық топтардың және жекелеген ықпал тұлғалардың күмәнді байлығына қатысты тергеу шараларын күшейткені қуантады. Кейбір бақ өкілдерінің хабарлауынша, кеше ғана Болат Назарбаевтың ұлы Нұрбол Назарбаев сот шешімімен 57 миллиард теңге көлеміндегі активінен айырылып, мемлекет меншігіне қайтарылды. Сонымен бірге оған 925 миллион теңге айыппұл және 230 миллион теңге айбақ салынды. Ең бастысы, оның барлық банк шоттары бұғатталып, компания кірісін және жеке мүлкін басқару құқығынан айырылды. Хош, бұл құптарлық қадам. Десек те, аталған әулеттің рейдерлік жолмен иеленген базарлары, сондай-ақ Алматы қаласы мен облысында заңсыз алған жер телімдері туралы қоғамда түрлі деректер айтылып жүр. Әсіресе Атшулы Алтын Орда базарына қатысы жиі сөз болады. Алайда аталған нысандардың жоғарыда тәркіленген активтердің қатарында бары не жоғы әзірге белгісіз. Себебі бұл мәселелердің нақты жай-жапсары ашық түрде жарияланбаған. Сот шешімдері шыққанымен процестердің жабық түрде өтуі қоғамда алаңдаушылық туғызады. Өйткені активтердің қайтарылғаннан кейінгі тағдыры, олардың халыққа нақты пайдасы, жұмыс орындарының сақталу сияқты мәселелер түсініксіз қалып отыр. Осыған байланысты төмендегі талаптарды қоюды орынды деп санаймын. Бірінші, Нұрбол Назарбаевтың иелігіндегі компаниялар мен активтерге түгендеме жүргізіп, оның заңдылығын анықтау, заңсыздарын мемлекет меншігіне қайтару. Екінші, аталған қайтарылған заңсыз активтер және олардың пайдалануы бойынша толық ақпаратты жұртшылыққа қолжетімді ету. Үшінші, Алтын Орда базары және Алматы қаласы мен облысындағы заңсыз иеленген жер телімдері бойынша тергеуді бастау. Құрметпен Аманат фракциясының депутаты Ринат Зайыт. Рахмет.